Ассалаумағалейкум бәріңізге бауырлар, байықты болғанай бауырлар. Бүгін мен ата Бақтығали атаның ұрпақтары жайлы айтам. Біреу іздеді Бақтығалидың ұрпақтары. Бақтығали Бақтыбай деп сондай ата болды. Сон әйелі Сая болған. Сол Бақтыбайдың баласы Отар 1907 жылда дүниеге келген. Отардың балдары Ғани, Лимар, Мурат, Болат, Хамид 5 баласы болды. Лимар деген 1930 жылда дүниеге келген, Мурат деген 1936 жылда, Болат деген 1938 жылда, и Хамид 1941 жылда. Лимардан Рашид деген баласы болды, Рашид Рамиль деген. Мураттың балдары Ринат, Талғат, Қайрат, Арман. Болаттың балдары Рафаэль, Ершат. Хамидтің балдары Ришат, Ильшат. Солай ары қарай ұрпақтары бар. Негізі Бақтығали ата ол Құбаштың баласы. Құбаштың әкесі Қобыланды. Қобыладың әкесі Сары. Сарының әкесі Сағи деген. Мұнда жазылып тұр, екісіне құлпытас қойды. Сағидың әкесі Ақсақал. Сіз білесіз, Ақсақал ата Сарыөмір деген Шалқар жақта ауыл бар. Сол Сарыөмірдің өлінтенің ортасында сонда Ақсақал жері бар. Сол жақта былтыр біздер бауырлармен алтын күмбез қойдық. Ақсақал менің атам. Ақсақал ата 1798 жылда құлпытас қойылды. Негізі 82 жасында дүниеден кетті. Ұрпақтары осы біздер ғой. Оралда, әр қалада сол ұрпақтар бар. Қазақстан, Ресей. Сол осындай ақпарат. Сол байланыста болайық. WhatsApp-қа жазыңыз, комментарий жазыңыз. Аманшылықта кездесейік. Рахмет.